40% 65 болатын санның 80%-ын табыңыз. Ә, бұл себепте пропорциядан гөрі форма қолданған дұрысырақ, өйткені кейде тура пропорция, кейде кері пропорция болады. Сол себепті сан бізде x болсын, соның 40%-ын табу үшін 100-ден 40-қа көбейтеді, сол бізде 65-ке тең болады. Мынау қысқарады, x тең болады. 10-ды 65-ке көбейтсем 650 болады, ал 4 оған бөлінеді. Енді осы 4-тен 650 деген санның 80%-ын табамын. 100-ден 80-ге көбейтемін. Мынау қысқарады, 20 болады. Мына 0 мен мына 0 кетеді, мына 0 мен мына 0. 65-ті 2-ге көбейтетін болсақ, бізде 130 шығады. Міне осылай шығатын есеп. А вот осы тура пропорция қолданатын болсақ, шатасу қалай болады? 40, 65 болса, 80. Жоқ, бәрібір шығады екен ғой. Тура пропорция. Бұл жерде бәрібір де шығады екен. Нажал ылғи істейді бірақ. Сұрақ болса жеке жаза берейді.